жұмсақ дәмді булочки дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ең бірінші аппарасын дайындап аламыз. 300 грамм сүтке 200 грамм ыстық су құйып жылытамыз. 2 ас қасық дрожь салып, 6 ас қасық қант және ұн салып жақсылап араластырып 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Аппарасы көтерілгеннен кейін бірден 2 жұмыртқа, 2 шай қасық тұз, 160 грамм су май және 300 грамм қант салып араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін ұнды салып, бірден булочкиді илей бастаймыз. Ұнды көп салмайсыздар, шетінен салып отырып, керегінше тестаны илейміз. Керек заттардың бәрін описанияға жазып қоямын. Және маған қолдау көрсете отырыңыздар. Подписаться етіп, лайк қоя кетіңіздер. Булочкидің тестасы жабысқақ болу керек. Жабысқақ, әрі ұнын көп салмау керек, аз салмау керек, орташа болу керек. Оны болды деген кезде өстіп шетін жинап отырасыздар. Сол кезде шетіне жабыспау керек. Дайын болды деген кезде. Міне осы жерде дайын болды. Осындай болып шетінен алынып тұру керек. Қолға қатты жабысады. Сондай болу керек. Бетін майлап, бетін жауып 2 сағатқа жылы жерге қоясыздар. Көтерілгеннен кейін майды жағып, бірден бөліктерге бөлесіздер. Мен екінші рет баспаймын. Бір көтерілгеннен жасай беремін. Қалаған бөліктеріңізге бөлесіздер. Мен көз мөлшерімен жасаймын бәрін. Қолыңызды майлап отырып формасын жасайсыз. Және бетін жауып 30 минутқа қоясыз. Теста тынған кезде формасын жасайсыздар. Мен осында видеодағындай маған ыңғайлы. Мен осылай жасаймын. Және қолыңызды майлап отырасыз әлі жасаған кезде. Видеода бәрі түсінікті деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, онда комментарияға жазыңыздар. Магазиннің булочки сияқты болады, жұмсақ болып. Булочкидің формасын жасағаннан кейін бетін жауып 30 минутқа тағы да тындырасыздар. Дайын болған булочкидің бетіне бір жұмыртқа, кішкене бір жұмыртқа сүт құйып араластырып, жағып бетіне мак себесіздер. Булочкиіміз өте дәмді болған. Көп сұранысқа ие булочкилардың бірі.